بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, достар, бізде араб тілі 9-шы күн. Сонымен адамдар қосылғанша біз муслим кестесін қайталай тұрайық. Муслим кестесін біз кеше жарды қостық бұған. Бұл муслим кестесін жаттау бізге міндетті. Неге? Себебі бұл жерде барлығы тұр. Рафқасы, насыбы, жар, бәрі осы бір жерде. Харф жарды өтті кеше. Көшіріп алайық. Керек болады қазір бізге. Адамдар жамағат қосылғанша біз мынаны қайталай тұрайық. Сонымен муслимун кестесі. Муслимун, муслиман, муслимин, муслимани, муслимайни, муслимайни, муслимуна, муслимина, муслимина, муслиматун, муслиматан, муслиматин, муслимани, муслиматани, муслиматайни, муслиматайни, муслиматун, муслиматин, муслиматин. Бұл нені білдіреді? Біз айттық, бірінші баған бұл жекеше түрдегі арабша сөздер, тәнвинмен біткен. Екінші қатарда екілік формадағы сөздер арабша. Үшінші көпше түрдегі сөздер. Арабшада бірлік, екілік, көпше түрде үшке бөлінеді. Исім сөздер. Муслимун, оны біз рафха дейміз. Мына бірінші жол бізде барлығы рафха. Екінші жол бізде насып. Үшінші жолдың барлығы бізде жар болып тұр. Сонымен муслимунды біз бір рафха дейміз. Неге? Себебі екінші түрде. Муслиман бір насып, муслимин бір жар. Муслимани бір екі рафха, муслимайни бізде екі насып, муслимайни екі жар. Сосын муслимуна үш рафха дейміз, көпше түрдегі рафха. Муслимина үш насып, муслимина үш жар. Сосын женский версиясы, женский родтағы сөздер. Көбіне тә марбутамен бітеді, немесе алиф мақсура. Сосын алиф мабдуда деген әріптермен бітеді. Оны біз өттік. Сонымен муслиматун не үшін женский? Себебі тә марбута тұр. Муслиматун бір рафа, муслиматан бір насып, муслиматин бір жар. Муслиматани екі рафа, муслиматайни екі насып, муслиматайни екі жар. Муслиматун көпше түрде, әйелдер деген сөз көпше түрде. Женский родта әтун деген комбинация қосылады. Рафа, муслиматун үш рафа дейміз, муслиматин үш насып, муслиматин үш жар дейміз. Біз айттық, исімнің төрт статусы бар деп. Төрт статусы осы кестеде барлығы комбинация болса, бізде оны табу оңай. Сонымен біз не ойлаймыз? Бұл сөздердің барлығы статустары ауыр статустар. Біз айттық, статус деген сабақ өткенде статустың түрлеріне өттік. Рафха, насып, жар. Статустың белгілері тәнвин, муслимун, муслиман, муслимин, ун, ән, ин, рафха, насып, жар. Сосын белгілері комбинация екілік, әни, әйни, әйни, муслимани, муслимайни, муслимайни. Сосын үштік, уна, ина, ина. Бұл бізде үш рафха, үш насып, үш жар. Сосын комбинация әтун, женскийдің көпше түрі. Әтун, әтин, әтин. Бұны өттік та. Сосын бұлардың барлығы статустың келесі сабақ. Статусқа қатысты ол статус ауыр болады, не жеңіл болады. Әдетте негізгі
дефолт, яғни негізі қалыпты жағдайда есім сөздер араб тілде негізі ауыр статуста болу керек. Оны ал дегенсіз. Осы күйде болу керек. Міне бұлар қандай тұр? Тәнуинмен тұр міне. Бір жекеше түрде тәнуинмен тұру керек негізі есім сөздер. Сосын егер екілік түрде болса, әни деген комбинациямен тұру керек. Әни, әйни, әйни. Егер көпше түрдегі сөздер болса, уна, ина, ина деген комбинациямен тұру керек. Егер женский родта болса, ун, ән, ин комбинация, бұл дыбыспен тұр, тәнуинмен тұрады. Егер жекеше түрде есім болса, екілік формада болса, әни, әйни, әйни деген комбинациямен тұрады. Бұл екіліктің комбинациясы. Көпше түрде әтун деген тәнуинмен тұрады. Бұл комбинация тоже. Әтун женскийдің көпше түрі, әтин комбинациясы, әтин. Енді біз айттық, бұның барлығы статуста ауыр. Кейде есім сөздер бұлар жеңіл статуста болады. Оның төрт себебі бар. Төрт себебі болса, олар жеңіл болады. Сондық төрт себебін біз өттік. Бірінші себебі, төрт себебін екеуін өттік. Бірінші себебі егер бұлар кірме сөздер болса дедік. Яғни жартылай икем сөздер. Екінші себебі шақыру үшін қолданылса, я валяду, я муслиму деп. Я деген қолданса алдында ол кезде бұлар жеңіл статуста болады. Жеңіл статуста қалай білеміз? Бұлар тәнуин емес, муслимун болса, муслиму болып қалады. Түсінікті ғой? Егер дыбыспен бітетін сөз болса, муслиму болып қалады. Муслиман емес, бұл жерде муслима болып қалады. Бұл жерде муслима, муслима болып қалады да, мына алиф те кетіп қалады. Неге? Себебі ол мына тәнуинді насып болғасын ол алиф келеді. Егер ол тәнуин кетіп қалса, әй болса, просто онда алиф те кетіп қалады. Түсінікті ғой? Муслимин ауыр статустада жар жеңіл болса, муслими болады. Түсінікті ғой? Комбинацияда қалады. Комбинацияда жеңіл болу үшін нун әрпі түгел шықпады. Әни, муслимани болса, муслима болып қалады. Бұл жерде алиф қалады. Себебі ол комбинацияның әрпі. Муслимайни ауыр статуста, жеңіл статуста болса, нун кетіп қалады. Муслимай болып қалады. Сосын муслимайни, бұл да солай, нун кетіп қалады. Комбинацияда нун кетіп қалады. Сонда муслимай болып қалады. Бұл жеңіл түрдегі статус. Муслимуны ауыр статус деп айтамыз. Егер жеңіл түрде болса, нун әрпі кетіп қалады. Комбинацияда нун түсіп қалады. Сонда муслиму. Муслимайни ауыр статуста да жеңіл болса, нун әрпі түсіп қалады. Сонда муслими болып қалады. Муслимина нун әрпі түсіп қалады. Жеңіл статус болғанда муслими болып қалады. Түсінікті ғой? Муслиматун қалай? Бұл тәнуин болғасын, тәнуин кетіп қалады да жеңіл болады. Сонда муслимату болып қалады. Муслиматан бұл жерде алиф, бұл жерде насып тәнуин тұр. Сондықтан ол түсіп қалады да муслимата болып қалады. Тәнуин түсіп қалады жеңіл статуста. Муслимата, муслимати болып қалады. Комбинацияда муслиматани нун түсіп қалады. Муслимата, муслиматайни жеңіл статус болса, муслиматай болып қалады. Муслиматайни жеңіл статуста болса, муслиматай болып қалады. Муслиматун, бұл муслимату комбинация, бірақ тәнуин біттір. Бұл жеңіл статуста қалай болады? Бұл жерде әріп түспейді, тәнуин түсіп қалады. Тәнуин түсіп қалады да муслимату болып қалады. Муслиматин бұл комбинация, тәнуинмен аяқталып тұр. Сондықтан бұл жеңіл статуста муслимати болып қалады. Түсінікті ғой? Муслиматин жеңіл статусы муслимати болып қалады. Түсінікті ма? Бұл статустың ауыр немесе жеңіл деген түрлері. Әдетте есім сөздер арабшада ауыр статуста болады. Оның есім сөздері жеңіл статуста тұрса, біз сұрақ қою керекпіз. Не үшін бұл себебін табу керекпіз? Не үшін есім жеңіл статуста тұр деп? Түсінікті ғой? Комбинацияда нун әрпі шықпады. Енді алиф лам деген артикл бар. Біз айттық, алиф лам болса, есімнің сөзін, есімдердің алдында келеді алиф лам. Алиф лам болса, біз статус ауыр ма, жеңіл ме деген сұрақ қоя алмаймыз. Маңызды емес. Неге? Как көреміз міне. Муслимун. Егер алиф келсе, алиф лам тәнуинді жақтырмайды. Әл. Сондықтан муслимун емес, муслиму болып қалады. Біз бұл жер айта алмаймыз, ол жеңіл немесе ауыр деп. Неге білмейміз, себебі ол тәнуин алиф артикль әлдің кесірінен кетіп қалып тұр ғой.
Сондықтан біз алиф лам болса исмнің алдында біз айтамыз ауыр ма жеңіл ма, ол маңызды емес. Муслиман алиф лам келсе ән деген тәнуин кетіп қалады. Тәнуин алиф ләмді жақтырмайды. Сосын мына алиф те кетіп қалады. Ол тек тәнуинде насыппен жүреді. Мына алиф те кетіп қалады. Сонда муслиман әл-муслима болып қалады. Енді муслимин, бұл жерге алиф ләм келсе қалай болады? Әл-муслимин емес, әл-муслиму, тәнуин кетіп қалады. Түсінікті ғой? Тек қана тәнуинді жақтырмайды. Алиф әл деген артикл тәнуинді жақтырмайды. Комбинацияда қалай болады? Комбинация тәнуин жоқ. Сондықтан егер біз әлді қоссақ, ештеңе өзгермейді. Әл-муслимани, әл-муслимайни. Ештеңе өзгермейді. Әл-муслимайни. Комбинация себебі ол. Тәнуин емес, комбинацияда ештеңе өзгермейді. Муслимуна, әл-муслимуна. Ой. Әл-муслимуна, ештеңе өзгермейді. Әл-муслимина. Әлді қоссақ, ештеңе өзгермейді. Себебі тәнуин жоқ. Бұл әл тек тәнуинді жақтырмайды. Әл-муслимина. Дұрыс қой. Муслиматун қалай болады? Тәнуин тұр, сондықтан әлді қоссақ, әл-муслиматун емес, әл-муслимату болып қалады. Тәнуин қашып кетеді. Әл-муслиматан. Әл келсе, әл-муслимата болып қалады. Көрдіңіз бе, бұл жерде не жоқ? Тамарбутада алиф келмейді. Байқасаңыздар. Тамарбутада алиф келмейді. Әл-муслиматин, әл келсе, тәнуин қашып кетеді. Бұл өте маңызды. Алиф тұрса біз айтамыз, статуста жеңіл ме, ауыр ма деген сұрақ маңызды емес. Муслиматани, әл-муслиматани ештеңе өзгермейді, әл келеді. Себебі комбинация. Әл-муслиматайни ештеңе өзгермейді, әл келеді. Ештеңе өзгермейді, себебі комбинация. Әл-муслиматайни ештеңе өзгермейді. Әл-муслиматун, бұл жерде тәнуин бар. Әл келсе, тәнуин қашып кетеді. Муслимату болып қалды. Әл-муслимату. Әл-муслиматин. Алиф ләм келді. Әл-муслимати болып қалды. Тин емес. Әл-муслимати. Себебі тәнуин қашып кетеді. Әл-муслимати болады. Болды. Тәнуинге кет дейді. Алиф ләм. Так, бұл неге байланысты? Алиф ләмға байланысты. Енді біз айттық. Исм сөздердің 4 статусы бар дедік. Исм сөздердің 4 статусы бар деп айттық. Мына жерге қалай біз? Исм сөздердің 4 статусы бар. Мына жерге жазып жіберейік. Исм сөздердің 4 статусы бар. Қандай? Исмнің 4 статусы бар дедік. 4 статусы. 4 сипаты бар дедік. Бірінші ол статус. Біз комбинацияны тапсақ, мұна тәнуинде сөздерде. Онда бір 4 сипатта бір етамыз. Статус, саны дедік, тегі дедік, типі дедік. Енді біз исмді Құранда исімдердің осылай 4 статусын табу керекпіз. Аударуға өте қажетті. Қандай орын, қандай сөйлемде қызмет атқарып тұр, исімдер сол үшін біз 4 статусты анықтау керекпіз. Ол бірінші статуста рафға насып жарды айту керекпіз. Саны дегеніміз көпше түр. Жекеше түр ме, екілік түрде ме, көпше түрде ме, соны айту керекпіз. Тегі дегеніміз не? Тегі деген ол мужской род немесе женский родтан, соны айту керекпіз. Түсінікті ме? Типі деген ол жалпы немесе нақты. Енді қарайық. Әл-муслимун. Бізде жекеше деп тұр. Рафха деп тұр. Міне, рафха. Сосын әл келіп тұр. Бұл мужской родтағы сөздер. Мына бірінші. Сосын жекеше түрде мужской. Сосын жалпы ма, нақты ма? Жалпы болады. Осы жазып кетсек болады. Мына әл... Мына келмейді екен. Әл-муслимуды, так, 2 м болады. Оны астына жазсақ болады екен, оны жүгіре жазсақ болады. Әл-муслимуды қалай жазамыз? Статусы бірінші рафха дейміз, себебі рафха деген жолда тұр, рафха. Сосын саны 1-де тұр, мына 1. Жекеше түрдегі сөз. Сосын
тегі мужской ма, женский мужской, жалпы ма, нақты ма, жалпы. А бұл жерде алиф лам тұрғасын нақты дейміз. Алиф лам, себебі алиф лам тұр. Түсінікті ғой. Енді мен жерде көрейік. Бұл жерде қалай болады. Бұл жерде рафқа болады. Неге? Себебі рафқа дегенде тұр. Сосын саны екілік болады, комбинация әни. Сосын мужскойда тұр, мужской болады. Сосын алиф лам тұрғасын нақты дейміз. Түсінікті ғой. Комбинация өте оңай. Келесі. Әл-муслимуна деген төрт сипатты тауып керекпіз. Әл-муслимуна дегеннің төрт сипаты қалай болады? Бұл бізде рафқа болады, үштік болады, көпше түрде. Сосын мужской болады. Жалпы ма, нақты ма, алиф лам болғасын, бұл нақты болады. Сосын әл-муслима қалай болады? Төрт сипаты. Бұл бізде насып болады бірінші. Дұрыс па? Насып болады. Сосын бірлік болады, жекеше түрдегі сөз. Сосын мужской, нақты ма, я нақты, себебі алиф лам тұр. Келесі. Әл-муслимайне қалай болады? Әл-муслимайне бізде насып болады. Мынау бізде насып болады. Екілік түрде тұр. Екілік түрде, сосын мужской, нақты болады. Муслимина қалай болады? Бұл бізде муслимина бізде насып болады. Сосын үштік формада тұрған болады. Осылай талдаймыз. Сосын мужской род нақты, себебі алиф лам тұр. Бұл түсінікті да, женский бір-екеуін жасап жіберейік. Муслиматун. Бұл бізде жекеше түр, рафқа жекеше түр. Бір дейміз. Сосын женский ма, тегі женский ма, мужской ма? Женский болғасын ж дейміз. Себебі тәгін арбауды тұр. Нақты ма, жалпы ма? Нақты, себебі бұл бізде алиф ламмен тұр. Әл-лен артиклін. Енді муслиматайни, бұл бізде төрт статусы бірінші насып болады. Дұрыс қой. Себебі комбинацияда тұр. Әйнеген комбинациямен кетіп тұр. Насып болады, екілік формада тұр. Мужской ма, женский ма? Бұл бізде женский болады. Себебі тайни болып тұр. Сосын нақты ма, нақты болады. Себебі әл деген артикль кетіп тұр. Енді муслимати, әл-муслимати деген сөз қалай болады? Төрт сипаты. Рафқа насып жар. Бұл бізде жар болады. Рафқа немесе насып немесе жар болады. Насып немесе жар болады. Себебі комбинация. Көп, бұл үштік болады бізде. Сосын мужской емес, женский болады. Нақты болады. Так, мұнда насып немесе жар болады бізде. Насып немесе жар болады. Себебі бұл комбинация. Мен жерде насып немесе жар болады. Үлкет сол. Насып немесе жар мұнда. Осылай төрт сипатын біз есімдерін табамыз. Сонымен, сосын егер біз айттық, маусу сифаны айттық та, егер екі есім қатар келіп, екеуінің төрт сипаты бірдей болса, онда біз айтамыз, оны маусу сифа деген байланыс құтып бар, яғни сын есім, зат есім деген байланысты құтып бар дейміз. Оған бисмиллахи-рахмани-рахим деген біз күнде айтып жүрген аятта талдадық. Алла деген сөздің төрт сипаты, ар-рахмани деген сөздің төрт сипаты, ар-рахими деген сөздің төрт сипаты бірге келіп тұр. Сондықтан олар маусу сифа деген тіркесті байланысты құрып тұр. Оны қайдан білдік? Себебі төрт есімнің нелері бірдей болып тұр. Төрт сипаты. Енді кешегені қайталап кетейік. Кеше біз харф жар дегенді өттік. Маусу сифа. Сөз тіркесін біз бастадық қой. Маусу сифа деп. Сөз тіркесін біріншісі ол маусу сифа. Жарасып білейін. Сөз тіркесі. Біз 5 арабша сөз тіркесін өтеміз арабшада. Осы курста арабшадан 5 сөз тіркесі. 5 сөз тіркесін Алла қаласа өтеміз. Сөз тіркесі. Сөз тіркесі дегеніміз бірнеше сөзден құралған сөздерде, бірнеше сөзден құралған тіркес.
сөйлем емес, бірнеше сөзден құралған сөз тіркесі. Біріншісі біз маусуф сифа дедік. Маусуф сифа. Маусуф сифа. Сосын маусуф сифа дегеніміз зат есім немесе зат есім сын есім. Маусуф сифа дегеніміз мысалға қызыл алма дедік. Маусуф сифа болады бізде. Маусуф сифаға қызыл алма деп мына жерге жазып кетейік. Қызыл алма. Сосын кеше біз өттік жар majrur дегенді өттік. Жар majrur деген сөз тіркесін өттік. Бұлар қалай жасалады? Бұлар жасалады харф жар плюс исм. Араларында ешқандай харф жар, харф точка жар плюс исм сөз. Араларында ешқандай сөз келмейді. Оған мысал ретінде біз ғасыр сүресінде вал ғасри, мысалы ғасри деген сөз не үшін кәсір алып тұр? Себебі вау деген ол харф жар. Сонымен харф жардың 11 харф жар бар Құранда, соны біз қайталап шығайық. Сосын ережені тоқталамыз. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар бізде харф жар, Құрандағы 11 харф жар. Бұлардың жұмысы не? Өздерінен кейінгі исімді жар ұстатысталады. Болды, басқа жұмыс жоқ. Бұлардың мағынасы әзірге маңызды емес. Біз осыларды тану керекпіз. Бұлар тек қана исім сөздердің алдында келеді. Исім сөзбен бұлардың ортасында ешқандай сөз болмайды. Бірге жүреді исіммен. Сонымен бес рет қайталайық. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бә, тә, кәф, ләм, вау, мин, фи, ан, аля, хатта, иля. Бұлар бізде 11 харф жар, Құрандағы 11 харф жар. Бұны жаттау міндетті. Енді мысалға көштік. Біз Тәбәт сүресін кеше Аср сүресі мен Тәбәт сүресін мысалға келтірдік. Көрейік. Тәбәт сүресі мен нені мысалға көрейік. Мысалы, харф жардың жұмысы өзінен кейінгі сөздерді жар ұстатысталады. Болды, басқа ешқандай жұмыс жоқ, олардың өте оңай жұмыстар. Міне, вал ғасри. Әл келіп тұр, әл ғасриден бізде исім сөз. Не үшін жар болып тұр? Себебі уә деген харф келіп тұр. Уә деген харф бізде списікте бар ма? Харф жарда бар. Тұр екен. Сондықтан бұл әл ғасри деген жар ұстатылыпты. Себебі мына уә деген харф жар келіп тұр. Иннал инсана ләфи хусрин. Хусрин тәнуимен келіп тұр, жар. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында фи деген келіп тұр. Фи бұл бізде харф жар. Оның жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді жар қылу. Міне жасап тұр. Дұрыс. Иннал инсана ләфи хусрин. Ватавасо бил хаққи. Не үшін хаққи деген жар болып тұр? Әл хаққи. Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу. Болды. Басқа жұмыс жоқ. Бис-сабри, ас-сабри не үшін жар болып тұр? Себебі би деген харф жар келіп тұр. Кетті мысал. Тәбәт сүресін көрдік. Әлем тара кайфа раббука би асхабил. Би асхаби. Не үшін би болып тұр? Себебі алдында жар болып тұр. Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр. Әлем яжа кайдахун фи татлин. Не үшін татлин? Бұл тәнуинді жар болып тұр. Не үшін? Себебі алдында фи деген харф жар келіп тұр. Бә, тә, кәф, ләм, вау. Бә, тә, кәф, ләм, вау. Мин, фи, ан, аля, хатта, иля.
фи деген бар бұның ішінде. Сосын бихижаратин деген бізде жар болып тұр. Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр мына жерге міне. Мин сиджилин. Не үшін? Мин сиджилин жар болып тұр. Себебі алдында мин келіп тұр. Мин бізде харф жар. Бата каф лам вау. Бата каф лам вау. Мин фи ан ала хатта иля фи деген мин деген тұр. Оны кішкене бүйтіп ортаға алайық. Осылай түскен. Мин сиджил ас фин деген не үшін бізде жар болып тұр? Себебі алдында к деген бізде харф жар келіп тұр. Оңай. Тағы бір жаңа сүре көрейік. Қандай сүре бар? Мысалға Нас сүресін көрейік. Бәріміз білетін Нас сүресі 6 аят, бірақ барлығы бір сөйлемді, дұрыс қой. Нас сүресі 6 аят болғанмен барлығы бір сөйлем. Так, енді осыдан біз харф жарды көрейік. Жұмыс жасап тұрма харф жар деген Нас сүресінде бар ма жоқ па, соны көз жеткізейік. Оны табу үшін біз жар кеттік. Так, көрейік. Харф жар дегенде көрейік. Нас сүресі бізде Аузубиллахи-минаш-шайтани-ражим. Бисмиллахир-рахмани. Би рабби. Рабби деген не үшін жар болып тұр? Себебі алдында би деген харф жар келіп тұр. Сондықтан рабби деген бізде жар болып тұр. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі сөзде жар болып болды. Малики яумиддин иля маликин нас илахин нас мин шарри. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында мин деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіз бе? Мин деген бізде харф жар списте бар ма? Бата каф лам вау мин деген бар. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бұлар мағынасы әзірге маңызды емес. Бізге тану бұларды. Құран оқығанда бұл харф жар деп тану керекпіз. Сондықтан біз оны жаттауға керекпіз. Мин шарри васвасил ханнас аллази ювасвису фи судури бізде не болып тұр? Жар болып тұр. Не үшін? Себебі алдында фи деген харф жардың жұмысы өзінен кейінгі есімді жар болу. Міне фи, мин, фи деген бар бізде. Минал джиннати деген не үшін жар болып тұр? Себебі мен жерде мин деген харф жар келіп тұр. Сондықтан ол жар болып тұр. Минал джиннати ван нас. Сонымен осымен біз айталады харф жар деген. Бұндай тіркестерде біз жар маджрур дейміз. Жар маджрур міне. Жар маджрур дейміз. Бұндай харф жар мен исімді біз жар маджрур дейміз. Жар маджрур. Ондай тіркесі арабшада жар маджрур дейді міне. Жар маджрур. Харф жар мен исім келсе жар маджрур дейміз болды. Аралығында ешқандай сөз болмайды. Екеуі бірге жүреді. Харф жардың жұмысы өзінен кейін есімді атайттар харф жар деп өзінен кейін есімді жар болу болды. Енді бүгін біз жаңа тақырып өтеміз. Келесі үшінші сөз тіркесі араб тілінде. Үшінші сөз тіркесі. Ол үшін біз харфтармен танысамыз. Харфтардың екінші тобы бар бізде. Мұнаны қайталайық. 5 рет қайталайық. Инна, анна, каанна, би анна. Біріншісі. 5 рет қайталаймыз. Инна, анна, каанна, би анна. Мағынасы маңызды емес. Инна, анна, каанна, би анна. Инна, анна, каанна, би анна. Инна, анна, каанна, би анна. Бұл не үшін? Қазір айтамыз. Қандай қызмет атқарып, қазір танысамыз. Инна, анна, каанна, би анна. Бұлар Құранда өте көп. Келесі қатар.
ليت لكن لعل 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 ليت لكن لعل. Сонымен барлығын бірге айтайық. Жетеу өзі. إن أنك أن بأن ليت لكن لعل إن أن كأن بأن ليت لكن لعل إن أن كأن بأن ليت لكن لعل. سمعتم؟ إن أن كأن بأن ليت لكن لعل إن أن كأن بأن ليت لكن لعل إن أن كأن بأن ليت لكن لعل إن أن كأن بأن ليت لكن لعل. Енді қараңыздар. Жаңа біз асыр сөйлесін қарадық та, қараңыздар. Иннал инсана, инна деген жаңағы исписті бар ма? Бар. Инна анна деп бастадық міне. Инна дегеніміз бұл харф жар. Оның жұмысы өзінен кейінгі исімді насып қылу. Бұлар бізде харф жар дейміз. Харф насып дейміз. Харф насып. Харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді насып қылу. Харф жар қылу, харф насып өзінен кейінгі сөздерді исім сөзді насып қылу. Болды, басқа жұмыс жоқ. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лағалла. Оған мысал міне. Иннал инсана лафи хусрин. Иннал инсана деген адам баласы деген сөз ғой. Не үшін насып болып тұр? Себебі алдында инна келді. Иннаның жұмысы өзінен кейінгі исімді насып қылу. Болды, басқа жұмыс жоқ. Осы. Инна анна харф насып дейміз бұны. Өзінен кейінгі исім сөзді насып қылады. Болды, басқа түк жоқ. Бұл бізде арабшадағы үшінші сөз тіркесі. Бұндай сөз тіркесі насып, сосын оған исмуха дейміз. Насып, харф насып, исмуха дейді бұндай тіркестерді. Осылар кездеседі Құранда өте көп. Мысалға кеттік. Көрейік Құранда. Мысал қарастырып көрейік. Бақара сүресін алайық. Алғашқы 50 аятты көрейік. 20 аятты жар. Алғашқы 20 аятты көрейік. Бақара сүресінен харф насыпта көрейік. Бұның жұмысы тек қана бір жұмыс, өзінен кейінгі исім сөзді насып қылу болды. Мағынасы әзірге маңызды емес. Әзірге біз Құранда кездестіріп қалғанда табу бізге. Ажырату. Мынау насып қой бізде. Харф насып қой деп табу бізде. Тағы бір қайталап жіберейік бірінші. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лағалла. Осы 7 харфта біз харф насып дейміз. Мағынасы әзірге маңызды емес. Сонымен Құраннан іздеп көрейік осы насып өте көп. Тағы бір айталаймыз. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лағалла. Бұның жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді, мен жазып қойын, жұмысы қандай? Бұның жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді өзінен кейінгі исім сөзді насып қылу болды. Насып қылу. Насып статуста қылу болды. Насып ету дейік. Насып статус ету болды. Басқа жұмыс жоқ. Харф насыптың жұмысы. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар қылу болса, бұның жұмысы, харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі исім сөзді жұмысы міне. Исім сөзді насып қылу болды. Басқа жұмыс жоқ. Оған қысқаша мысал иннал инсана кеттік. Инсана деген бізде не болып тұр? Насып болып тұр. Заликал китабу ла райба фиһи һудан лил муттақин. Іздеп көрейік. Мына жерде бізде харф насып бар ма екен? Иннал лазина мен жерде мен инна бірақ бұл жерде қазір көрінбей тұр. Жарайды. Инна мін тұр. Бұл не? Бізде харф насып.
Тағы жерде бар. Уаминан наси деген, міне қараңыздар, нас деген не үшін жар болып тұр? Жарды біз санмен белгілейік. Себебі алдында мин деген харф жар келіп тұр. Түсінікті ме? Харф жар қандай еді бізде? Бата, каф, лам, вау, мин, фи, ан, ала, хатта, иля. Өзінен кейінгі сөзді жар қылады. Биллахи, Алла деген сөз не үшін жар болып тұр? Себебі алдында би деген харф келіп тұр. Көрдіңіз бе? Құранда өте көп. Бұл жар мажрур дейді. Бұндай сөз тіркесін жар мажрур. Так. أنفسهم في قلوبهم كمبيوترز ولهم عذاب كان لهم إنما لكن деген мүжретіме ләкин деген мүжреде келіп тұр. Бұл не? Бізден харф насып болып тұр. Ләкинна харф насып болып тұр. Так, сосын не бар? Минаннасу ләкинна тағы келіп тұр. Мін тұр. Ләкинна сосын тағы не бар? Біз харф насыпты іздеп жатырық. Иннама деген тұр бұл жерде. Ол басқа деген сияқты. Так, көрейік. Құранда насып дегендер өте көп. Тут. Инна Аллаха, о, міне. Аллаха деген сөз не үшін насып болып тұрды? Состат сарафқа насып болып тұрды. Не үшін? Себебі инна деген алдында келіп тұр. Инна деген сөзін, инна деген бұл харф насып дейміз. Харф насыптың жұмысы өзінен кейінгі исм сөзді насып ету, насып статуста ету болды, басқа жұмыс жоқ. Басқа оның ешқандай жұмысы жоқ. Көрдіңіздер ме? Мынау Бақара сүресінде аяттар. Тағы бір мысал кеттік. 20-дан ары қарай алайық. Так, бізде қандай сүре бар? Қысқа сүрелерден көрейік. Онда тағы Наба деген сүре бар ғой. Ясинді көрейік. Ясиннің алғашқы 20 аятынан көрейік. Ясинде. Харф насыпты іздеп жатырық. Оның жұмысы өзінен кейінгі исм сөзді насып болып болды, басқа жұмыс жоқ. Көрейік. Қараңыздар. Құран дегенді білеміз ғой мына. Вал Құрани деген бізде жар болып тұр. Не үшін? Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында уа деген харф жар келіп тұр. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исм сөзді нету жар ету. Харф жар дегеніміз бада кафлан вау мин фиан ала хатта иля. Көрдіңіздер ме? Иннака дейді. Иннака бұл бізде насыптың харфы. Насыптың харфын жерге көшіріп алайық. Оңай болсын. Харф насыпты. Харф насып. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лағалла. Мен жерге қойып қойық. Жерге қойып қойайық. Так, біз осыны іздеп жатырық. Кеттік. Ясин сүресін іздеп көрейік. Міне. Ясин сүресінде иннака, инна деген тұр. Минал мурсалин. Мына қараңыз, мурсалин деген бізде комбинация тұр. Мурсалина. Ина деген комбинация тұр. Енді сұрақ. Біз айттық, ина, насып немесе жар дедік. Енді біз жерде точно айтамыз, жар болып тұр. Неге? Себебі алдында мин деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл көпше түрдегі жар болып тұр. Мурсалина, муслимина деген біз муслиминаны насып немесе жар дедік қой. Енді біз точно айтамыз. Себебі алдында харф келіп тұр. Харф жардың жұмысы өзінен кейінгі исімді жар болу. Міне мурсалина есілер деген жар статуста тұр. Аля сиратин. Не үшін жар болып тұр? Себебі алдында аля деген харф жар келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Өте көп. Харф жар дегеніміз аля бар ма? Харф жарда мін тұр. Аля деген мін тұр. Бұның жұмысы өзінен кейінгі исімді жар болу.
бәта каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бұлар жаттап болу керек біз. Ала сиратин мустақим. Мына екеуі қараңыздар, сиратин бізде жар болып тұр, мустақимин бұл да жар болып тұр. Сосын бұл да жалпы болып тұр, бұл да жалпы болып тұр. Бұл да мужской родта сөз, бұл да мужской родта сөз. Сосын екеуі де жар болып тұр, екеуі де жекеше түрде. Сонда сиратин мустақим бізде не болып тұр? Маусул сифа деген тіркесті қарап тұр. Қайдан білдік? Төрт статусы бірдей болып тұр. Көрдіңіздер ме? Так, кеттік. Тағындай бар. Иннама. Так, инна мүжеде мені, инна келіп тұр. Инна бұл харф насып. Инна нахну нухил маута ва нактубу. Тостаны бар. Біз харф насып, бүгінгі біздің неміз харф насып, тақырыбымыз харф насып. Өзінен кейінгі инна дейді мені, инна дейін тағы тұр. Өзінен кейінгі сөзді бұл не істейді? Насып ұстап болды, басқа жұмыс жоқ. Тағындай сөз бар. Инна дейді, тағы келіп тұр. Харф насып. Көрдіңіздер ме? Алейна дейді. Ала деген бізде харф жар болып тұр. Инна дейді, тағы келіп тұр мені. Иннана, инна. Көрдіңіздер ме? Осылай кездестіргенде әзірге біздің мақсатымыз тану. Так, енді біздің кітабымызда қандай мысалдар бар екен, соны көрейік. 28. Мысал 28. Мәне. Жаттығу. Қараңыздар. Мынаның бәрі мысалдар, Құрандағы мысалдар. Әзірге мағынасы маңызды емес, бізге тану. Инна нади. Инна на міне бізде бұл харф насып, өзінен кейінгі есімді насып бат жұмысы болды, басқа жұмыс жоқ. Инна на. Көрдіңіздер ме? Мен жерде инна деп тұр міне. Бұл да харф насып. Бұл Құрандағы аяттар. Тағындай мысалы. Инни дейді. Инни. Бұл да инна, инни деген бізде инна ғой негізі. Бұл да харф насып болып тұр. Харф насып тұр. Тағы бір қайталап жүр. Инна анна ка анна би анна лайта лакинна ла алла. Инна ни дейді. Мен жерде мені инна ни деген. Бұл да инна мені. Алғашқы инна деп тұр. Бұл да бізде не? Харф насып болып тұр. Өте көп Құранда. Мысалы. Енді көрейік, мұны жаттығу. Бірінші жаттығуда бізге тапсырма не дейді? Бұл аяттарда, мына сөз тіркестерінде харф насып бар ма дейді. Мыналардың біреуі бар ма дейді. Инна аннака анна би анна лайта лакинна ла алла. Осылар бар ма екен табу керек бізге. Жаттығу сол. Инна аннака анна би анна лайта лакинна ла алла. Инна аннака анна би анна лайта лакинна ла алла. Инна аннака анна би анна лайта лакинна ла алла. Инна аннака анна би анна лайта лакинна ла алла. Бұл бізде үшінші. Бұларда біз харф насып дедік. Харф насып. Бұл бізде харф насып. Харф насып. Ондай тіркестерді харф насып дейміз. Сосын исмуха дейміз. Харф насып, исмуха. Так, харф насып плюс исмуха дейміз. Исмуха. Исмуха дейміз. Бұнда қандай ережелер бар? Бірінші, харф насып. Харф насып. Харф не деп қойып? Харф насып. Өзінен кейінгі жұмысы, өзінен кейінгі есімді не істейді? Насып қылады. Насып статуста қалады. Насып статуста
қылады дейікші. Статуста өзгертеді. Өзіне кейінгі есім сөзді насып статуста өзгерті қылады. Біз айттық қой, есім не үшін насып болады? Ол себебі біз айттық, егер насып фиғылды толықтырушы сөздерді біз насып дедік. Ол бір себебі. Екінші себебі мына харф насып. Егер харф насып келсе, онда есім насып болады. Түсінікті ме? Бұл екінші себебі харф насып. Сосын екінші ереже араларында харф насыппен есімнің араларында ұзақ арақашықтық бола алады. Міндетті түрде бірге жүрмейді, арақашықтық бола алады. Ұзақ арақашықтық бола алады. Оған мысал келтірейік, міне. Қараңыздар. Әнна деген бізде харф насып. Көрдіңіздер ме? Одан кейін ләхум дейін. Лә деген бізде харф жар. Ол харф жарды насып ете алмайды, себебі харфта статус жоқ. Хум деген бұл екеуіне насып ете алмайды инна деген. Неге? Себебі ол басқа нәрсе. Бұл насып етіп тұр әжран деген сөзді. Көрдіңіздер ме? Арасында сөз бар. Соны біз ұзақ арақашықтық деп атаймыз. Бірге жүрмейді, кейде аралары арақашықтық болады. Харф насып пен оның исм мұхасының арасында арақашықтық болады. Көрдіңіздер ме? Арасында ләхум деп тұр. Одан ләхумнен секіріп өтіп, әжран деген исм сөзді насып болып тұр. Әжран не үшін насып болып тұр? Себебі әнна деген харф насып келіп тұр. Харф насыпта бізде бар ма? Инна, әнна. Әнна деген мін тұр. Әнна деген бар. Көрдіңіздер ме? Келесі мысал. Фа ләалләка дейді. Ләаллә деген бізде харф жар. Бұл харф насып. Бізде бар ма? Списте инна, әннәка, әнна, би, ән, ләйта, ләкинна, ләаллә мін тұр. Ләаллә. Сондықтан, мына жерде ләаллә бұл бізде харф насып, оның исм мұхасы ка деген. Ка дегенді кейін өтеміз. Инна, ин яқулу, ин келесі 9-да харф насып бар ма? Ин яқулуна илля казиба. Бұл жерде харф насып бар ма? Жоқ. Неге? Себебі біз иннаны өттік, бірақ ин дегенді өткен жоқ. Ин деген бұл харф насып емес, бұл басқа нәрсе. Біздің өткеніміз инна міне. Шадда сосын үстінде фатха. Амна басқа нәрсе. Бұл жерде инна жаална, инна, бұл жерде инна деген бар. Сондықтан бұл жерде харф насып бар. Бұны біз үшінші сөз тіркесі, бізде арабшада үшінші сөз тіркесі харф насып исмуха дейміз. Харф насып исмуха дейміз бұндайларды. Бұл араб тіліндегі үшінші сөз тіркесі біз өтіп отқан. Исмуха. Так, қазір тағы да мысал көрейік. Мынан кішкене түсіріп қойып бүйтіп. Харф насыпты міндетті жаттап алу керекпіз. Келесі инна асхаба. Асхаба деген насып болып тұр бұл жерде. Неге? Себебі алдында харф насып келіп тұр. Инна. Бұның жұмысы харф насыптың өзінен кейінгі исімді насып қылу. Яғни асхаба бізде насып болып тұр. Неге? Себебі алдында харф насып келіп тұр. Түсінікті ғой? Әнна мәләху, мәлә деген байлық деген ғой. Мәлә деген бұл жерде не болып тұр? Насып болып тұр. Неге? Себебі алдында инна келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Инна бізде харф насып. Оның жұмысы өзінен кейінгі исімді не қылу? Насып қылу. Инна бізде бұл жерде әнна мәләху. Хумаза сүресіндегі ғой. Бұл бізде харф насып. Иннал инсана насып болып тұр. Неге? Себебі алдында инна деген харф насып келіп тұр. Харф насыптың спесі мына. Инна, әннака, әнна, би, әнна, ләйта, ләкинна, ләалла. Ләху валиян дегенде насып жоқ бізде. Ешқандай харф насып жоқ. Лән надуа. Бұл жерде харф насып жоқ.
Иннахум дегенде вот инна деген бізде бар. Иннахум деген бұл жерде харф насып бар. Иннахум харф насып болып тұр. Бұл бізде тағы да бар екен жерде. Иннаха көрдіңіздер ме міне? Иннаха бұл жерде харф насып болып тұр. Иннаха оның исмухасы ха деп болып тұр. Исма ха деген сөз. Ха деген оны кейін өтеміз. Инна шанияка Каусар сүресінде шанияка шания не үшін насып болып тұр? Себебі алдында инна келіп тұр. Инна бізде харф насып. Харф насыптың жұмысы өзіне кейінгі есімді насып болды. Инна хаза деген бұны инна деген бұл да бізде не болады? Харф насып болады. Өзіне кейінгі сөз хаза ол насып болып тұр. Тағы да. Инна мағал усри юсран дейді. Инна бізде қараңыздар мына ұзақ ара қашықтық деп айттық қой. Инна бізде не болып тұр бұл жерде? Харф насып болып тұр. Бұл қай сөзді насып болып тұр? Юсран деген сөзді насып болып тұр ғой. Неге? Себебі алдында иннаның кесіріне. Иннаның жұмысы есімді өзінен кейінгі есімді насып болу. Арасында сөздер болуы мүмкін, ол ешқандай проблема емес. Бұл харф жар емес, харф насып. Бұл ара қашықтық араларында бола алады. Сондықтан юсран бізде насып болып тұр, себебі алдында харф насып кетті. Харф насыпты тағы айтылады. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лаалла. Бұлардың жұмысы міне насып болу. Анлан яқдира дейді. Ол жерде насып. Харф насып жоқ. Сумма инна мін тұр. Инна бізде харф насып. Харф насып. Харф насыптың жұмысы не істейді? Өзінен кейінгі есім сөзді міне. Ой, немене ойлаймын. Жоқ болмас. Так. Өзінен кейінгі есімді міне инна бізде харф насып, ол хисаба деген насып болып тұр, себебі иннаның себебінен. Инна хисаба дегенде насып болып тұр. Инна илайна ияна ияба дейді. Инна міне бізде харф насып, ол қай сөзді? Ияба деген сөзді насып болып тұр міне. Себебі иннаның жұмысы сол өзінен кейінгі есім сөзді араларында арақаштық бола алады. Бүгінгі осы тақырып харф насып, оның исмухасы. Харф насып бұл үшінші сөз тіркесі араб тілінде біз өтіп жатқан. Енді екеуі бар. Мына харф насыпты міндетті түрде жаттап алу керекпіз. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лаалла. Бес рет қайталайық. Инна аннака анна би анна лайта лакинна лаалла. 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 Түсінікті ғой? Бұның жұмысы тек өзінен кейінгі есім сөзі насып ұсталады, болды, басқа жұмыс жоқ. Оп оңай. Араларында ұзақ ашыққа есім мен харф насыптың араларында ұзақ арақаштық бола алады. Ал жар мажрур харф жарда олар бірге жүреді. Харф жарда бір қайталап жүреді. Харф жар. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бұларды міндетті түрде жаттау керек. Мағынасы маңызды емес. Бес рет қайталайық харф жарда. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бата каф лам вау мин фи ан ала хатта иля. Бұны кеше жаттап алу керек едік. Енді бүгінгі харф насып болды. Бұл үшінші біздегі харф насып және исмухасы, ол бізде үшінші арабшадағы сөз тіркесі.
біз танысып жатқан. Түсінікті ғой? Енді тағы бір жаңа тақырып. Кеттік. Бұл жерде де жаттау керек болады бізге. Жаттау керек болады. Кеттік. Әйтпесе біз айттық. Есімді өткенде, есімді белгілерін өткенде біз дыбыс дедік ун, ән, ин. Сосын комбинация дедік. Әни, әйни, әйни екілік. Сосын үштік дедік. Уна, ина, ина. Женский дедік. Әтүн, әттин, әтин дедік. Сосын есімдіктер дедік. Міне есімдіктерге бүгін келеміз. Бүгінгі сабақ міне есімдіктер. Есімдіктер. Кеттік. Бұның да жаттау керек, басқа вариант жоқ. Бұлар Құранда өте көп. Бір біліп жаттаймыз. Хуа, хума, хум. Бұлар есімдіктер. Араб тілінде. Құранда өте көп. Осыларда 5 рет қайталайық. Хуа, хума, хум. Хуа, хума, хум. Хуа, хума, хум. Хуа, хума, хум. Хума, хуа, хума, хум. Хуа, хума, хум. Сосын тағылар мағынасын қазір түсінеміз. Хия, хума, хунна. 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 Бұлар нелер? Бұлар есімдіктер. Бұларда есім сөздер, бірақ есімдіктер деп атайды. Анау, мынау, сен, ол деген. Хуа деген, ол деген мағынаны білдіреді. Хума, ол екеуі, хум, олар деген. Біз айттық қой, арабтарда женский, мужской деген бар. Сондықтан хия деген ол, бірақ женский родтағы сөз, қыздарға қолданады. Хума, ол екеуі, женский родта, екеуі бірдей. Хума, хума. Хунна, олар женский родтағы, олар қыздар дегенде. Хунна деген женский родтағы сөз. Бұлардың барлығы, бұлар исімдер, және біз айттық қой, исімнің статусы болады, рафқа, насып, жар. Мұна сөздердің статустары рафа, мұна түрлердің барлығы рафа. Біз бұны неге өтпедік, себебі бұларда тәнуин жоқ, комбинация жоқ, сондықтан бөлек өтіп жатық. Бұлар есімдіктер, бұлардың өздерінің бөлек әлем бұлар. Бөлек әлем, өздерінің бөлек ережелері бар. Сондықтан бөлек өтеміз. Бұлар рафқа түрлері осылай болады. Хума, хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Бұлар рафқа статустағы есімдіктер. Келесі. Бұлар бізде неше? 14. Келесі түрі бізде қалай болады? 5 рет қайталау керекпіз. Кеттік, бірге қайталайық. Анта, антума, антум. 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 Бұларда рафа статустағы есімдіктер. Мағынасы не? Анта деген сен деген сөз. Антума, сен екеуін, антум, сендер деген мағынаны білдіреді. Түсінікті ма? Келесі. Енді бұл сен деген бұл мужской болса, енді оны женский болады. Түсінікті ғой? Арабтар женский, мужской деп бөлейді. Оны женский түрі мұналар. Бәрін осылай бірге жаттау керекпіз. Анти, антума, антунна. 5 рет. Анти, антума, антунна. 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 Бірінші осыны жаттау керекпіз. Біз айтты харфтың мағынасы әзірге маңызды емес, тек жай жаттап алыңыздар. Бірақ мына есімдіктерді міндетті түрде мағынасын жаттау керекпіз. Анти, сен женский родтағы қолданады. Антума, сен екеуін женский родта қолданады. Антунна, сендер, бірақ женский родта қолданады. Сонымен тағы айтайық. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Тағы кішкене қалды. Соңғы екеуі. Бұлар есімдіктер де атайды. Мен, сен, ол деген. Мен деген әна болады. Біз деген нахну болады. Ана, нахну. 5 рет. Ана, нахну. Ана, нахну. Ана, нахну. Ана, нахну. Ана, нахну. Ана, нахну. Ана деген мен деген мағынаны білдіреді. Нахну деген біз деген мағынаны білдіреді. Бұлардың барлығы есімдер, бірақ есімдіктер, есімнің ішіндегі есімдіктер. Бұлардың осы түрлері
Бұны біз рафха рафха түрі дейміз. Бұларды рафха дейміз. Бұлардың барлығы рафха. Түсінікті ма? Бұлар есімдіктер, бірақ бұлар тәнуин жоқ, комбинация жоқ, сондықтан бөлек қарастырып жатырмық. Бұлардың барлығы рафха статустадыр. Есімдіктер бұлардың барлығы. Енді тағы қайталайық. Барлығын 5 рет қайталап Барлығын 5 рет қайталайық. Бұлар барлығы есімдер, есімдіктер, рафха статуста тұрғандар. Кеттік. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Тағы. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Тағы. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Тағы. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна, анта, антума, антум, анти, антума, антунна, ана, нахну. Мағыналары. Хуа деген бұл ол деген мағынаны білдіреді. Хума ол екеуі, хум олар. Оның женский версиясы бар. Хия ол женский родта, хума ол екеуі женский родта, хунна олар женский родта қолданады. Анта сен деген сөз. Анта сен, антума сен екеуін, антум сендер деген мағынаны білдіреді. Енді женский родта болады. Анти сен женский родта, антума сен екеуін женский родта, антунна сендер женский родта. Ана бұл мен деген, бұларда женский мужской деген болмайды. Ана мен, нахну біз деген. Бұны мағынасымен бірге жаттауға керекпіз, міндетті түрде. Бұлар Құранда өте көп. Мысалы, кеттік, көрейік. Кафирун сүресін білеміз де барларымыз. Кафирун сүресін көрейік. Құл хуаллаху ахадты білеміз де, кафирун. Мысалы, кафирунды көрейік. Кафирун Құрайш деген ғой. Я юхал. Кафирун кен ғой, Құрайш. Кезімді кафирун, я юхал кафирун. Неше? 6 аят дейді. Енді көрейік. Кафирун сүресінде бұл есімдіктер бар ма екен көрейік. Не үшін біз бұны жаттап жатырмық, мағынасын не мағына бұны жаттағаннан не түсінеміз? Себебі бұлар Құранда өте көп. Көрейік. Қул я айюхал кафир ла аъбуду ма таъбудун. Сабыр, қазір қараңыздар. Не вот оны? Сосын ана дейді. Вала ана абидум ма. Міне ана деген, көрдіңіздер ме? Бүгін өтіп жатыр. Ана деген мен деген мағынада. Ол есімдік. Көрдіңіздер ме? Вала антум, антум деген бар екен. Бұл да есімдік. Сендер деген мағына. Міне көрдіңіздер ме? Ана бар, антум бар. Абидуна ма аъбуду лакум динукум валиядин. Вала антум мін тұр тағы да. Көрдіңіздер ме? Енді ана, антум, ана деген мен, антум деген сендер деген мағынаны білдіреді. Енді қараңыздар, бұл кафирун сүресі. Енді Ихлас, құл хуаллаху ахад. Ихлас сүресін көрейік. Ихлас сүресінде не бар екен көрейік. Ихлас сүресі неше аят? 4 аятта. Ихлас сүресін көрейік. Бұл жақтан не табамыз? Бұл есімдіктер бар ма екен? Көрейік. Ихлас сүресін. Құл хуа дейді. Ма. Құл хуа Аллах. Хуа деген ол. Көрдің ба? Көрдіңіздер ма? Хуа деген ол деген келіп тұр бізде. Бұл бізде есімдік. Ол дейді. Ол Алла жалғыз деген. Айт, ол Алла жалғыз дейді. Куфуан ахад. Лаху куфуан ахад. Көрдіңіздер ма? Бұлар Құранда өте көп. Сондықтан біз бұны жаттап алу керекпіз. Мағынасын көрсетемін. Тағы бір айтайық. Хуа хума хум, хия хума хунна, анта антума антум, анти антума антунна,
ана, нахну. Енді мағынасына келейік. Бұны мағынасымен жаттау керек, міндетті түрде мағынасын білу керек. Міне мағыналары. Хуа деген ол, хума деген ол екеуі, хум олар. Хия ол ж деген женский род. Түсінікті. Хума деген ол, бірақ хума деген ол екеуі женский родта. Хунна олар женский родта болады. Мағынасы олар женский родта. Анта сен, антума сен екеуін, антум сендер, анти сендер, сен анти сен деген женский родта. Антума сен екеуін, антунна сендер женский родта қолданады. Женский родта жолды мен қызылмен белгілеп қояйын. Қызылмен белгілеп қояйық бүйтіп. Или қызыл немен белгілейікші. Женскийде белгілетінді қызылмен белгілейік. Так. Қызыл түспен белгілеп қояйық. Түсінікті болу үшін. Міне. Мыналар женский, мыналар бізде женский. Түсінікті. Анта сен, антума сен екеуін, антум сендер. Анти сен женский родта қолданады. Антума сен екеуін, антунна сендер женский родта. Ана деген мен, нахну деген біз деген. Мағынасы осы. Бұл араб тілінде есімдіктер. Бұлар бізде барлығы рафқа статусында тұр. Сондықтан бұлар жаттап алу керекпіз. Осылай түрде келсе, біз айтамыз, бұлар осы сөздер кездессек, бұлар есімдіктер рафқа статуста тұр деп айтамыз. Түсінікті ме? Бұлар Құранда өте көп. Бүгінгі үй тапсырмасы осыны жаттап алу. Қайталаймыз. 5 рет қайталайық. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Тағы Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Соңғы рет. Хуа, хума, хум. Хия, хума, хунна. Анта, антума, антум. Анти, антума, антунна. Ана, нахну. Бұлар бізде есімдіктер. Бұл тұрғандар, бұлардың барлығы қазір рафқа статуста тұр. Дәл осылай келеді. Рафқада ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Осылай тұрады бұлар. Құранда осылай келеді. Рафқа статуста. Олар мағынасы міне. Хуа ол, хума ол екеуі, хум олар. Женский версиясы. Хия ол женский родта. Хума ол екеуі женский род, мужской бірдей. Хунна олар женский род. Анта сен деген сөз. Антума сен екеуін. Антум сендер дейді. Анти енді женский версиясы. Анти сен женский родта. Антума сен екеуін. Антунна бұл антума бірдей. Антунна сендер женский родта. Ана деген мен, нахну деген біз деген мағынаны білдіреді. Енді жаңа бұны Құраннан іздеп көрейік. Құраннан іздеп көрейік. Ясинде бар ма екен көрейік, іздеп көрейік. Құранда бұлар антум міне. Антум дейді. Көрдіңіздер ме? Антум деген бұл бізде есімдік рафқа статусыдыр міне. Антум дейді. Тағы қандай бар? Антум дейді. Сендер деген. Көрдіңіздер ме? Өте көп. Құранда өте көп. Нахну деп міне біз деп тұр. Өлілер тірілтеміз, арасында біз дейді, өлілер тірілтеміз. Инна нахну нухил маута ва нактубу ма қаддаму атарахум. Тағы қандай бізде есімдіктер бар.
Құранда өте көп. Фахум деп тұр міне, олар дейді. Көрдіңіздер ме? Хум деген олар деген. Бұл да есімдік. Рафқа тұр, рафқа ұстазда тұр. Соста не бар? Фахум, хум деген тағы тұр. Рафқа ұстазда тұр. Фахум, рафқа ұстазда тұр. Тағы не бар? Фахия дейді. Міне, хия ол женский родта тұр. Көрдіңіздер ме? Өте көп, Құранда өте көп. Фахия деп тұр. Фи ана уа фахум тағы келіп тұр міне. Фа деген басқа, хум деген келіп тұр. Хум деген бізде пронау, есімдік қой. Хия дегенді көрдік. Хум дегенді көрдік. Өте көп. Хум кейде хим болып, бұл басқа. Так, тағы не бар? Так, мынау ясин бітті, Бақараны көрейік. Бақарада қандай бізде нелер бар екен? Алғашқы 20 аятында. Есімдіктер, раф астотыста. Фахум дейді, мәне фахум тағы келіп тұрмын жеді. Фа деген бөлек, фа деген бөлексіз, хум деген мәне. Бұл бізде раф астотыста. Тағандай бар. Бұлар неде өте көп Құранда. Сондықтан нәхну деп тұр міне. Біз деген мәнін білдіреді. Рафа ұста тұр. Көрдіңіздер ме? Қалу иннама ис. Хум деген мін тұр. Олар рафа деген ұста тұр. Тағандай бар. Құранда өте көп, Құран оққанда көп кездесесіздер. Хум деген мін тұр. Олар дейді. Так, тағы не бар? Лахум ва ис. Кімі біліпсек? Фи қулубихим. Ва хум, жүрахум деген есімдік рафа ұстадыр. Көріңіздер ме? Тағы не бар? Так, хумул, улайка хумул, муфлихун дейді. Хум деген олар деген сөз. Олар құтылғандар, міне олар юқинун, яқин иман келтіргендер дейді. Осы, достар, сонымен үй тасымасы осы есім сөздер. Так, есім бес, жаңа есімдіктерді міндетті түрде жаттауға керек. Құранда өте көп. Бұлар барлығы рафқа статуста тұр. Бұлар рафқа статуста тұр. Міндетті түрде жаттау алу керекпіз. Үй жұмысы осыны жаттау алу. Мағынасы жүре тұр. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін біз не өттік? Есімдіктерді өттік. Рафқа статусындағы. Бұлар насып және жар болады, бірақ басқаша болады. Оны ертең өтеміз алда қаласа. Мыналар бізде не? Рафқа статуста тұрған есімдіктер. Бұлардың барлығы есім сөздер. Біз өттік бүгін. Арабша сөз тіркесі харф насып және оның исму хасын өттік. Харф насып дегеніміз мына жетеу. Инна, аннака, анна, би, анна, лайта, лакинна, лаалла. Бұланы жаттау керек. Мағынасы маңызды емес, бірақ біз осыны Құранды кездестіргенде айту керекпіз. Міне, бұл харф насып деп. Бұның жұмысы өзінен кейінгі келген есім сөзді насып болды. Арасында ұзақ қашықтық бола алады. Есім мен насыптың арасында ұзақ қашықтық бола алады. Бүгінгі тақырып осы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.